осындай дәмді, жұмсақ чеснокты нан дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге суымызды қосамыз. Үстінен тұзымызды қосамыз. Татымына қарай майды қосамыз. Иіліктен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр қопсытқышымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Иі қанған қамырымызға сұйық майды қосып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Видеодағыдай форма жасап, пешімізге салуға дайындаймыз. Мінекей майымызды микроволновканың көмегімен ерітіп аламыз. Чесноктарымызды ұсақтап турап аламыз. Укропымызды дәл солай жұқа етіп, майда етіп тураймыз. Бұны да майдың үстіне саламыз. Шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын тұрған қамырымызды пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Чеснокты начинкамызды үстінен орналастырамыз. Видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей нанымыз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.